ынтаңды арттырып отыр. Жалпы мен әңгімелерім көбісі солай басталады. Мотивация және позитив. Всегда мен білем, 99% оқушы, мысалға, оқушылардың барлығы тапсырады, бірақ көп пайызы позитивті оқушылар грант иегерлері болады. Мен өзімнің де оқушыларымның да кәдімгідей осы уақытқа дейін статистика бойынша сөйлеп жүрмін, статистика бойынша көріп жүрмін. Яғни біреуге қызғаныш, қалай айтсам екен, көре алмаушылық деген қасиеттері бар, үндемей өзі оқшауланып жүретін оқушылар керісінше қанша оқыса да нәтиже болмай жатыр. Содан ақ білуге болады, әрдайым позитив ол бізді алға жетелейді. Давай ендеше сабағымызды бастаймыз. Химияның керемет методикамен үйретеді, оны кейін өзіңіз де білетін боласыздар. Ой, рахмет. Ладно, ендеше тотығу дәреже. Бірден бастап кетейік. 19 адам еді. Мысалы, калий марганец O4, натрий 2O, тағы қандай айтсам екен, H хлор O4 деген сияқты бірнеше нұсқалар жазып қойып жан-жағына, және осылардың тотығу дәрежелерін табайық. Сіздердің барлықтарыңызда не бар? Кітап бар, я? Химияның кітабы бар. Және осы химияның кітаптарында міндетті түрде соңында не келеді? Осындай бір ерегіштік кесте келеді. Әркімде әртүрлі болуы мүмкін. Менде мұнай, осылай. Енді ол жерлерде төбесінде не тұрады? Зарядтар тұрады. плюс 2, плюс 3, немесе мына жақта минус, плюс деген сияқты зарядтар. минус 2 деп. Мінекей. Көріне ма? И жақсы, ерегіштік кестені білсе, барлық оқушы өз ерегіштік кестесін алып отырса, мен түсінттім. Қанша сіздер ерегіштік кестені білесіздер, болды, соны ашып қойсаңыздар болады. Ол жерде тұрақты зарядтар бар. Сол арқылы біршама көмек болады да мына есептерге. Мысалға, дәл қазір дайындап алыңыз. Міндетті түрде ерегіштік кесте болмаса, алып ашып отырыңыз. Мысалға, ол жерде натрийдің төбесін қарасаңыз, натрий плюс деп жазылады. Яғни ол плюс 1 деген сөз. Бір есте сақтайтын бір нәрсе бар, оттек әрдайым минус 2 заряд көрсетеді. Соны ұмытпаймыз, мына жерде де оттек минус 2 болмаса, оны былай да табуға болады. 1 мен 2-ні бір айта кететін, ескертетін бір жай. Яғни, оң зарядтар мен теріс зарядтар әрдайымда тең болу керек. Мына жерде қанша элемент берем, солардың оң заряды мен теріс зарядын теңестіреміз. Яғни мына жерде плюс 1 екенін ерегіштік кестеден білдік. Енді 2-ні 1-ге көбейтсең қанша? Мына жер 2 болады. Значит, 2-ге мына жағыда неше деген сөз? Мына жақ плюс 2 болса, мынау минус 2 деген сөз. Тура осылай да тауып алуға болады. Мына жерінде 1 болыпты, енді ештеңе жоқ болса 1 деп есептеледі. Яғни натрий 2О-да плюс 1 минус 2. Тура осындай бірнешеуін жазайыншы. Натрий хлор немесе алюминий 2О3 деп. Не, осыларды да жазайық. Кітап қатқан жоқ па? Минус 2-ні ол кітапта да бар. Бірақ енді натрийді жаңа біз білдік, плюс 1 екен. Значит, оған қарама-қарсы енді ешқандай индекс болмаса, значит, мынау минус 1 деген сөз. Сол сияқты алюминий, біз оттекті білеміз жатқан қанша? Минус 2. Алюминийде негізі тұрақты тұр, ол плюс 3. Болмаса, сіз тұрақты ерегіштік кестеңіз болмаса, онда 2 мен 3-ті көбейтсеңіз, мына жағы минус 6 болып тұр, мына жағы плюс 6 болып тұр. Яғни оң заряд пен теріс заряд әрдайым тең болады. Мына жерде калий плюс 1, оттек минус 2. Енді қараңыз. Минус 2 мен 4-ті көбейтсеңіз қанша? Дұрыс айтасың. Минус 8. Енді
8 болу үшін бірге неше қосқанда 8? Дұрыс. Плюс 7 қосқанда, е? 7-ні қосқанда 8. Яғни, мына жерде мына жағымыз плюс 8, мына жағымыз минус 8. Зарядтарымыз тең болып тұр ма? Не тең. Ортадағы маргинецті ол ергіштік кестеде берілмейді. Сондықтан қалай табамыз? Оны неше қосқанда деп тауып алуға болады. Оттек минус 2, оны 4-ке бөлетеміз минус 8, 1-ге 7 қосқанда 8. Тура солай мынанда табамыз. Оттек әрдайым минус 2, сутек плюс 1. Енді 2 мен 8-ді көбейтсем, минус 8. Яғни, плюс 1-ге неше қосқанда 8? Плюс 1-ге неше қосқанда 8? Плюс 7. Яғни, бұл жердегі хлор плюс 7 болып тұр. Көп сұрақтар бар, осы тотығу дәрежеге байланысты. Мынадай қылып береді, сол жердегі хлордың тотығу дәрежесін көрсет. Немесе хлордың тотығу дәрежесін өсу ретімен орналастыр деген сияқты келеді. Мысалға, бірдей H хлор О. Қызыл жақсы ма, қара жақсы ма? H хлор О2, H хлор О3, H хлор О4. Көріп тұр ма бәрі? Көріп тұрған микрофон салып қойын. Көрмейді тұғын. Артынан салсам етеді. Кішкене. Неге мен даусым жақсы шығып тұрмын? Алыстан естіліп тұр дейді, бір қосып көрейінші. Даусым алыстан естіліп тұр ма? Естілмей тұр дейді. Апай, даусыңыз қаттырақ шығарыңызшы дейді. Қайлайын ба? Қазір көрейік енді. Тексеріп көрейік, егер жақсы шығып тұрса бұнымен, онда осымен не істеп пайдаланайық. Бұл қосылып тұр ғой, е? Дұрыс па, осы дұрыс па? Давай онда осымен қолданайық. Естіліп тұр жақсы дейді. Давай. Тағы бір күшті нәрсе де, оның үшін естіліп тұр дейді. Жақсы. Мына жерде хлорлау, хлор қышқылы және хлорлау қышқыл берілген. Қалай, давай осының есте сақтауын айтайын, сосын хлорларының жалпы бұл қалай есте сақтаймыз? Мынау хлорлау қышқылы, мынау хлорлы қышқыл, мынау хлорлау қышқыл, мынау хлор қышқылы. Кімнің ойында қалды? Яғни дұрыс бұрыннан білетін менің оқушыларым болса білуі мүмкін, бірақ енді жаңадан енді қосылып жатырған оқушылар бұны қалай ажырататын боламыз. Естеріңізде қалды ма? Әрине, көбісінің естерінде қалмау мүмкін, сол үшін айтайын. Бір есімде қалу үшін хлорлы, мынау хлорлау, мынау хлор, осы мынау хлор қышқылы, қышқыл ғой, одан кейін мынау хлорлылау. Енді есте сақтау үшін міне сізге айтайын, мұнда екеу болса хлорлы дегеннен кейін 2 әріп бар. Мұнда хлорлауда үшеу болса хлорлау дегенде 3 әріп бар. Хлор қышқылы енді көп кездесетін қышқылдардың бірі, ол H хлор О4. Жалғыз ғана қышқыл қалды енді хлорлылау. Ештеңе, ешқандай жоқ болса, әйтеуір хлорлау деп айта салсын. Жалпы түсінікті ма? Естеріңізде қалды ма? Ендеше мен қазір өшіремін. Сосын қайтадан өздеріңіз айтатын боласыздар. Бірақ оған дейін мен нелерін табайын? Әр хлордың тотығу дәрежелерін табайын. Жақсы ма? Енді төбесін жазайық. Мынаумен жазайын.
Оттек білесіңдер әрдайым минус 2. Ерігіштік кестеде сутек қанша? Плюс 1. Бірге неше қоссаң 2 шығады? Дұрыс айтасың, 1 қоссаң. Значит, бұл жерде хлор плюс 1. Мына жерде сутек әрдайым плюс 1, ерігіштік кестеде бар. Оттегіміз минус 2. 2-ні 2-ге көбейтсең, мына жақта қанша? Минус 4. Бірге неше қосқанда минус 4? Дұрыс, плюс 3. Қалғандарын өздерің шығарып алыңдар деп кетіп қалсын. Көрсінде шығарады. Плюс 1 шығарады ғой? Проблема жоқ, уже жазып атқанда шығар. Оттек әрдайым минус 2. 3 пен 2-ні көбейтсең 6, я? Минус 6. Значит, мына жердегі хлорымыз қанша? Үшінші хлорымыз қанша? Төртінші хлорымыз қанша? Давай бірінші сұрайын, е? О, тамаша, Гүлназа уже жауап бер. Плюс 5, дұрыс айтасың. Но плюс 5. Екінші. Плюс 7. Молодец, Ерамбек. Плюс 7. Минус 2, плюс 1. Яғни 2 мен 4-ті көбейтсең, минус 8. Плюс 1-ге неше қосқанда 8, дұрыс айтасың, 7 қосқанда. Тамаша, уже үйреніп алыпсыңдар, молодец. Енді кімнің есінде мұна 4 қышқыл қалды? Бірінші қышқыл, екінші қышқыл, үшінші қышқыл, төртінші қышқыл. Меніңше, вроде бәрінің есінде қалды, проблема жоқ. Жарайды, мен сіздерге біреусін сұрайын. Бірінші қышқыл мен үшінші қышқылды ғана атап. Екеуін ғана атап жазып жіберіңдер. Жарайды, Аружан. Әділхан бәрін біледі ғой. Райолу, молодец. Хлорлы лау, тамаша, хлорлы. О, супер, молодец. Өте жақсы. Вообще суперсіңдер ғой. Естерінде қалыпты, тамаша. Енді келесіге кетейік. Енді бұл тема аяқталды. Енді мына жерде төбесіне тура тотығу, тотықсыздану деген реакция болатын болса, міндетті түрде бірінші очерк біз не істеу керекпіз? Тотығу дәрежесін табу керекпіз. Мына жерде барлығын тотығу дәрежесін жазып шығайын. Плюс 1, оттек минус 2, дұрыс айтасыңдар, мына жерде плюс 3 болады. Өйткені мына жақ минус 4, 1-ге 3 қосқанда 4 шығады. Сол сияқты мынау плюс 1, мынау минус 2, 2, 2 4-ін 8, 1-ге неше қосқанда 8, плюс 7 қосқанда. Натрий плюс 1, мына сутек плюс 1, оттек минус 2. Енді, жалпы бәрін жазу керек па, керек емес пе білмеймін. Калий плюс 1, оттек минус 2, мына жерде азот қанша? 2, 3, 6, 1-ге неше қосқанда 6, плюс 5, я? Мына жерде натрий плюс 1, оттек минус 2, 2 мен 1-ді көбейтесіз, және 4 пен 2-ні көбейтесіз. 2 мен 1-ді көбейтсең 2, 2-ге, ал 4 пен 2-ні көбейтсең 8. 2-ге неше қосқанда 8, плюс 6. Әне марганец плюс 6 болды. Мынау қажет емес, минус 2, плюс 1. Енді, екінші нәрсе, тотығу дәрежелерін бәрін жазып алдық. Енді барлығын жазудың қажет жоқ, маңыздыларын жазсақ та болады негізі. Одан кейін қайсы элементтің тотығу дәрежесі өзгерді? Жалпы тотығу, тотықсыздану дегеніміздің өзі өзгере жүретін тотығу дәрежелеріне байланысты. Яғни, солай ғой. Тотығу дәрежелері өзгере жүретін реакцияларды тотығу, тотықсыздану дейді. Кәдімгі теориясы сондай. Сонда бұл жерде қайсы өзгереді? Азот плюс 3-тен азот плюс 5-ке өзгереді. Одан кейін марганец плюс 7-ден марганец плюс 6-ға өзгереді.
тура сол заттарды жазайық. Азот плюс 3-тен азот плюс 5-ке. Одан кейін марганец плюс 7-ден марганец плюс 6-ға. Енді неше электрон береді, неше электрон алады? Алады, береді деген жерді жақсылап тыңдап алыңыз. Жақсылап. Мына жерде неше заряда? Плюс 5. Плюс 5-ке не істегенде 3 шығады. 5-тен не істесең 3 шығады. Алсаң, 2-ні. 2 алсаң. Яғни аласың 2 электрон деп жазасың. Оң жақтан бастап мына жақтан сұраймыз. 6-ға неше не істегенде 7 шығады. Әрине, қосқанда нешені? Не болды ма? Өш қала ма? Плюс 6-ға не істегенде 7 шығады, дұрыс айтасың. Плюс 1 электрон қосқанда. Қосқанда десе қосу жазасың. Енді осы жерде тотықтырғыш пен тотықсыздандырғыш дегенді шатастыруды тоқтат. Қазір мен саған шатастырмайтын бір тәсіл айтамын. Мына 2-ні мұнда, мына 1-ді мұнда жазамыз, ауыстырамыз. Не үшін ауыстырамыз? Енді реакциялар бір-біріне құйған кезде алмасады, ол тура солай, бұл да алмасады. Енді бұл жерде мынау алынып тасталып тұр минус 2 электрон, мына жерде қосылып тұр плюс 1 электрон. Қосқан кезде, қосылып тұрған кезде қандай болады? Тотықтырғыш па, тотықсыздандырғыш па? Алынғанда қандай болады? Тотықтырғыш деген сөзді қара. Тотықтырғыш және тотықсыздандырғыш. Тотықтырғыш, тотықсыздандырғыш. Енді есте сақтау үшін айтайын. Мынаның ұзындығы қысқа, мынау сәл ұзындығы. Тотықтырғыш өзі қысқа болғандықтан, ол өзіне қосқанды жақсы көреді. Өзінің бойы қысқа болғасын, бойын ұзартқысы келеді. Яғни ол үшін істейді, қосқанды жақсы көреді. Тотықсыздандырғыш деген ұзын сөз. Оның бойы ұзын болғасын, ол өзінің бойын қысқартқысы келеді. Яғни алғанды жақсы көреді. Үшін, нені жақсы көреді деген сұраққа жауап бер. Жалпы мен бұлай айтпайтын шығар енді. Бірақ мен сіздер үшін ғана айтып жатырмын. Тотықтырғыш. Мына жерден сақтап қалыңыз. Бойы қысқа болса, ол өзіне қосқысы келеді. Бойы ұзын болса, ол өзін қысқартқысы келеді деп сақтап қалу керек. Болды, значит, тотықтырғыш ол плюс деп тұрған жер. Қосқысы келеді. Қосқысы келеді. Мына өзін алып тастағысы келеді бойын. Енді сақталды. Марганец тұрған жерге қанша электрон тұр? 2 электрон тұр. Значит, 2 деп тұр. Марганец деген жерге біз 2 қойып шығамыз. Мына жерде марганец бар, және мына жерде марганец бар. Енді мыналар былайынан қойып жіберейін. Енді реакцияны теңестіреміз. Бір этап тотығу дәрежесін жаздық, екінші электрондарын жаздық, қосат береді деген. Одан кейін анықтадық тотықтырғыш пен тотықсыздандырғышты. Сосын кімнің алдын 2 тұр, кімде қандай коэффициент тұр, сол коэффициенттерді, сол элементтердің алдына жазып шығамыз. Одан кейін теңестіреміз. Мұнда марганец 2, марганец 2, натрий 4, мына жақта 2, значит, мына жақта 1 натрий бар, 4 болу үшін неше қоясың? Бұған да 2 қоясың. Себебі мына жақта 2 мен 2-ні қоссаң 4 болады. Одан кейін мұнда калий 1, калий 1. Енді азот салыстырайық. Азот 1, азот 1. Енді қалды? Оттек, оттек мұнда 2 оттек қосылған. Мына жерде 4, 2, 8 оттек қосылған. Мына жерде 2 оттек. 12. 12 оттек шықты мына жағынан. Екінші, мына жерде 3 оттек қосылған. Мына жерде 4, 2, 8 оттек. Мына жерде 1 оттек. Бұл жерде де 12. Реакция теңесті. Болды. Сабақ түсінікті болды ма?
тіркеліп қоңырау шағын басып қоямыз. Прямо міндетті түрде бұл каналға тіркеліп қойыңыздар және қоңыраушаны басып қойыңыздар. Құдайдың құтты күні шығады да тұрамын осы эфирге, так что надеюсь сіздерді күтемін. Сосын осы марафон туралы сұрап жатыр, марафон қашан басталады? Негізі біз марафонды 8-не жоспарлап отырып, егер адам саны көп болып кетсе, одан ертерек бастауымыз мүмкін. Оған дейін, ой 8-де марафон басталады екен, ой далада қалдық па, тағы күтеміз ба деп уайымдамаңыздар. Себебі күнделікті осылай тікелей эфирлер барысы жүріп отырады. Так что не бойся. Кім қай қаладан дәл осы тұрғанда жазсыншы. Мен соны көрейін. Әр қаладан өзінің кеңек достарына айтса, барынша тегін марафонды бәрі көріп үйреніп алса деген ниетте түсіндірсек. Қай қаладан екенін жазып жіберсеңіздер, мен бұны сізден түсіндім, мұны тағы өтіп жаттап алдым. Ой, рахмет. Білем. Алматы дейді. Жақсы. Қаскелең дейді, Шымкент дейді. Амаша әр жан жақтан, Қаскелеңнен, Шымкенттен. Жалпы бұл жерде тағы айтатын нәрсем. Барлықтарыңыз барынша дәл қазір керемет марафон болып жатыр. Марафон қызық, прямо жинағы, қалай айтсам, активны өту үшін барынша көмектессеңіздер маған. Ол қалай? Яғни сіздер барынша өздеріңіздің достарыңызға, чаттарға, барлығына таратсаңыздар, бізде де тез-тез адам көбірек жиналады, яғни марафон жестко, күшті түрде өтетін болады, және ол жердегі сыйлықтар туралы пока айтпай қояйын. Вообще күшті подарктар жинап қойдым. Так что соны тарататын кезге тездетіп жиналсақ, яғни ол үшін барынша маған көмектесіп, әр қайсының мысалға сыныптарында кемі 10-20 адам болса, соларға таратып, әсіресе кей мектептерге барлық Қазақстанның 10-11 сынып оқитын, қалай айтсам екен, оқуға талпынатын, ұбт-дан жоғарғы алғысы келетін кей-мектептердің ортасын жасағым келіп жатыр. Сол үшін сіздер де үлестеріңізді қоссаңыздар. Қорлалау деп әлі жасасы. Сұрақ бар ма? Оральскіден бар екен Айгерім. Оралдан екен. Маған сұрақтарыңыз бар ма? Таратам деп жатыр. Маған сұрақтарыңыз бар ма? Түсінікті болсын. Барлығы бүгінгі сабақ түсінікті ме? Жалпы мен бір-ақ мысал келтірдім. Алдағы жолы осындай есепті шығарып көріңіздер. Может, сіздерге қазір пример есепті салып жіберемін, может, группаға. Сосын өздеріңіз шығарып көріңіздер сол туралы. Меніңше бір ғана мысалдан уже барлығы түсінікті деп ойлаймын. Бәрі түсінікті дейді, сұрақ қоймайтындай түсіндірдіңіз дейді. Ой, рахмет. От болды дейді. Ой, рахмет. Күшті. Тамаша. Тағы қандай тақырып сұрағыңыз? Алда қандай тақырыптарды өткенімді қалайсыздар? Енді тотықтырғыш пен тотықсыздандырғышты шатастырмайсыздар ма? Менде сұрақ апай дейді. Қоя бер Гүлназ. Түсінікті апай, тек жауап сұрағым. Эфир көп өткізіңші. Жақсы, өтініш десейші, Әділхан. Давай, сен айтқанда қалай өткізбейсің? Апай, қазір басын көріп алайын эфирдің, сосын толық түсініп аламыз дейді. Жақсы. Опоздание жүрген ау деймін. Кестеде дейді, MN оқысын. Келген жоқ қой. Кестеде MN +2 болып тұр ғой дейді. Маргинец, дұрыс айтасың. Осы сұрақ. Маргинец кестеде +2 болып тұр, дұрыс. Бірақ ол не всегда. Егер маргинец SO4 болатын болса, яғни маргинец бірінші жазылатын болса, металл ретінде,
онда ол +2 болады. Бұл жерде маргинес өзгеретін ортасында болып тұр. Ол кезде бұл +2-сін бола алмайды. Сондықтан қосымша топша металдары кішкене айнымалы, жаңағыдай сөзінде тұрмайтын дейма, бір тотығу дәрежесінде тұра бермейтін, өзгеріп тұратын элементтерге жатады. Ал основном, мысалға, белсенді металдар калий, натрий, кальций деген, олар өзгермейді. Яғни, былай айтайыншы, жалпы тұрақты, сендерді алдамайтындар, олар бірінші, екінші, үшінші топ металдары. 1, 2, үшінші топ металдары қақиған осы. Бірінші топтар 1, екінші топтар 2, үшінші топтар 3 дәреже көрсетеді. Бірақ төртінші, бесінші, алтыншы, жетінші, осы топ, енді 8 вообще тормыздар ғой, ол араласпайды. В общем, общение жоқ олармен десең, бұлар зарядтары өзгеріп тұрады. Былай ғой? В общем, былай болады ғой. +1, +2, +3, +4, +5, +6, +7 тотығу дәрежесіне дейін көрсете алады. Мұна үшеуі өзгермейді. Бұлар сендерді алдамайды. Конкретно +2 ма, достойно +2 болады. Ал мұнадан кейінгілер олар өзгереді. Мынадан теріс қарай санап көр. -1, -2, -3, -4. Енді бұл жерде жазып тұрмын ғой. -1-ден +7-ге дейінгі тақ сандарды көрсете алады 7-ші топ. Мысалға, -1, 0, 1, 3, 5, 7, да? Одан кейін -2, мынау -2 мен +6 арасындағы жұп сандар, айнымалы жұп сандарды көрсете алады. Яғни өзгеріп тұра алады. -2, 0, +2, +4, +6. Мына жерде -3 пен +5 аралығындағы тақ сандарды көрсетеді. -3, 0, +3, +5 деген сияқты. 5-ке дейін. Ал мына жерде 4-ке дейін. -4, -2, 0, +2, +4-ке дейін. Значит, көрдіңіз ғой? Мына аралықтардағы жұп және тақ сандарды өзгере алады. Бұлай санадым, мынадан теріс қарай санадым. Жалпы осы аралықты көрсетеді. Яғни 4-ші, 5-ші, 6-ші, 7-ші топтағылар, олар основном сендерді прям конкретно бір тотығу дәрежеде тұрмайды. Рахмет, тек бірінші жазылған элементтерге қараймыз. Иә, Гүлнәс солай. Гидролиз, диссоциациялану, реакциялар дейді. Әділхан қойшы, білесің ғой. Қандай тақырыптар болады дейді. Тақырыптардың қандай болатыны, ол мен қазір жаңа 3 күндік марафон деген телеграмда группа бар. Егер жоқ болса, маған шығыңыз жекеге, номер жазыңызшы, WhatsApp номерді. Жекеге шығыңыз, мен сізге сол сілтемені беремін. Сол жерде таныстыру видеосында қандай сабақтар болатыны айтылған. Формуласыз, реакциясыз есептеу жолдары, барлық бір класты бір күнде өтесің. Тағы не бар? В общем, сен білмейтін химиялық реакциялардың типтері туралы айтатын боламыз. Реакциялар туралы. Как раз реакциялар туралы мен марафонның 2-ші күні сабақ болады. Гүлнәс, қалып қойма. Бармын апай дейді. Көрген жер таныстыру туралы. Жақсы, сол жерде бар болсаң, таныстыру сабағын, видеосын көріңіздер. Сол видеода конкретно жауап айтады. Иондық байланыс дейді, сосын органикаға есеп шығарайықшы дейді Мейрамбек. Келесі жолға дейді. Органикаға жатып алған ғой Мейрамбек, ең түсініп жүр. Андай бір кайфына кіріп алады да, сосын шыға алмайды, темасында жүреді ғой деп. Жақсында. Жақсы, эфир түсінікті болды ма? Жалпы эфир жақсы. Сұрақ жоқ па?
Сұрақ жоқ болса, эфирді аяқтаймыз. Әрі қарай сұрақтарыңыз болса, маған личкаға немесе WhatsApp номер жазылды, сол WhatsApp номерге қалдырыңыздар. Барлығына барынша жауап беруге тырысамыз. Жалпы формулалардың аттары, мысалы, аммиак, көмір деп береді ғой берілгенде дейді. Иә. Эфир күшті болды дейді. Рахмет, аяулым. Thank you very much. Ладно. Рахмет сізге дейді. Түсінікті дейді. Аха. Жақсы.